Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Улуу сөзүн яттыгы жок, өз өзүн канааттандыруу аркылуу агзасынан орк чыгарууду фих тилинде истимна дейт. Аталмыш аракетти эскиртүү ислам калымдары куп көрмөгөн, исламда куп көрүлмөйт мындай нерсени истөө. Тек зинага түшүп коюу каупу туурдаган жагдайда гана зинанын алдын алуу үчүн сондай истимнага уруксат этилет. Ал эми муну адетке айландырууду ислам дининде жаңагыдай және де эскиртүү калымдарыбыз куп көрмөйт. Сол себептен барынча истимна аракетинен де сактанган жакшы. Ал эми оразага катысты өкүмүн айтар болсак, эгерде кимде-ким ол аракетти күндүз, яғни аузу берик кезде жасаган болса, оразасы бузулады және Рамазандан кейін бір күн казасын өтеу керек болады. Кафарат кажет емес. Алайда сол күнді соңына дейін аузу берік күйінше өткізуі тиіс. Сол күнді соңына дейін ұстайды. Ал енді неге кафарат керек емес? Себебі кафарат кажет деуіміз үшін ораза бұзатын жағдай фих тілімен айтқан кезде маанан әрі суратан жүзеге асқан болу керек. Яғни рахаттық сезумен бірге шынайы түрде жыныстық қатынасқа да түскен болу керек. Кафарат керек деуіміз үшін. Ал енді бұл жаңа истимнада тек мағынан жүзеге асып отыр. Іс жүзінде жаңағыдай жыныстық қатынас болып отқан жоқ. Сол себепті ораза кезінде аузы берік кісі истимна жасаған болса, тек қана бір күн қазасын өтеу керек дейді. Енді осы орайда мынандай ескерген дұрыс. Оразаны себепсіз әдейі бұзу ислам дінінде харам, ауыр күнә. Сондықтан да аузы берік бола тұра әлгіндей әрекетке бару, енді ол сол күннің тек қана қазасын ғана өтеу керек деп тұрғанымызбен, оразаны әдейі бұзған үшін де оған күнә жазылады. Сондықтан да осы мәселеге аса мән берген дұрыс. Яғни жеңіл қарамаған дұрыс. Тоқ етерін айтқан кезде, әлгінде өз өзін қанағаттандыру арқылы аузы берік күйе истимна әрекетіне барған кісі Рамазан айынан кейін бір күн қазасын өтейді. Онымен қоса тәубе де жасау керек. Өйткені ол оразасын себепсіз әдейі бұзып отырғандықтан харам тірлік жасаған болып отыр. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.